big titty double. Knock on the top, make it drop. That's some wet ass pussy. Now get a bucket and a mop. That's some wet ass pussy. Your Honor, I'm a freak bitch, handcuffs, leashes. Сәлем достар, сіздермен бірге мен Еңбек және біз бүгін Баялдыдан сәт түсетін боламыз. Яғни орысша айтқанда Теща Music. Бұл сағат өте танымал әрі дәмді болып шығады, сондықтан видеоны әбден қараңыздар. Ең алдымен Баялдыға және оны жуып керек шешімден кестіңіз. Және кесіп болғаннан кейін жуандығы бір сантиметр болатындай кесіп шығамыз да біріміз қысқамыз. Мен сіздерге кеңесім Баялдыны ұзынша етіп қоймай қойыңыздар. Оны қойып болғаннан кейін ораған ыңғайсыздау болады. Сондықтан мен сізді түгелетпейсіз. Негізі Баялдыны екі рецептпен қуырады. Біріншісі жұмыртқамен, екіншісі жұмыртқасыз. Мен жұмыртқасыз қуырамын. Менің отбасым жұмыртқасыз қуырғанды жақсы көргендіктен мен жұмыртқасыз қуырамын. Кесіп болғаннан кейін суды бет-бет қылып құямыз да 2-3 шай қасық тұз саламыз. Сосын қолымызбен араластырамыз. Ол не үшін десеңіздер, Баялдыдағы артық қышқылды кетіру үшін. Араластырып болғаннан кейін бетін ауыр затпен жауып 15 минут 20 минутқа қойып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін бізде осындай түсті суық шығу керек. Оны біз төгіп тастаймыз, ол бізге қажет емес. Оны сүргіге қойып, артық суды алып тастаймыз. Осы уақытта майды қыздыра беруге болады. Өстіп мен сияқты қимылдар жасап, Баялдыдан артық суды аламыз да бөліп ыдысқа саламыз. Шыдау керек. Болғаннан кейін Баялдылардың бәрін саламыз. Бәрін дегенде ыдысқа қоңырау сияды, соның бәрін саламыз. Екі жағынан қызартып пісіреміз. Негізі тез піседі, сондықтан қарап тұрыңыз. Баялдының екінші қуыру әдісі былай болады. Бір кесеге жұмыртқаны аласыздар, белкімен араластырып, қуыратын кезде Баялдыларды бір-бірден салып отырып пісіретін боласыздар. Баялдыларды қуырып болғаннан кейін қағаз сүргімен артық майларын алып тастаймыз. Сосын помидорды, яғни қызанақты туралап көшеміз. Оны да тура Баялдыны турағандай қылып кесеміз. Бізге соусқа екеу керек. Екі соус жарайды. Біріншісі ол жайына майонез, ал екіншісі чеснокты ең ұсақ теркіліп екеуін араластырып жағу. Осы екі соус мен тек қана майонезді жақтым. Өйткені біздің үйдегілер чеснокты жей дейді. Сондықтан сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша чеснок қоссаңыз да болады. Баялдының негізгі орау әдістері екеу. Біріншісі ұзын Баялдыға майонез жағып, ортасына кішкентай ортасына кесілген қызанақты салып орау. Ал екіншісі кәдімгі дөңгелек Баялдыға дөңгелек қызанақты салып, ортасына майонезді жағып кетуге болады. Бұл екіншісі. Өздеріңіз қалауларыңызша істесеңіздер болады. Біздің Баялдыдан жасалған салатымыз дайын. Өте дәмді болып шығады. Маған сеніңіздер, өте дәмді болып шығады. Сондықтан менімен бірге жасап көріңіздер. Бұл рецепт өте оңай. Үйдегілерге өте ұнайды. Менің де үйдегі адамдарға ұнады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздер де міндетті түрде тіркелу. Осы видео